Сәлем, родной! Бүгін сіздерге шынайы өмірден алынған 2009 жылы түсірілген «Золотые руки» деген фильмге қысқаша шоу жасадым. 1961 жылы Детройт қаласында 11 жасар Бен Карсон өз сыныбындағы үлгерімі ең төмен оқушы еді. Бүгінде әдеттегідей ең төмен бал алады және оның сыныптастары мазақтап күле бастайды. Бен өте қызбақанды бала. Үзілісте оны тағы бір сыныптасы мазақтап ашуына тиеді. Және Бен шыдамай жұдырықпен бетінен бір-ақ ұрады. Мектеп директоры Соня есімді Беннің анасын мектепке шақырады. Бен ұрған баланың миы шайқалғандығын және оның сабақ үлгерімі өте төмен екендігін, егер осылай оқи беретін болса, мектепті бітіре алмайтындығын айтады. Соня ұлына бұндай бағамен мен сияқты тек еден жуушы бола аласың. Егер лас жұмыс істегің келмесе, жақсы оқы деп ұрсады. Үйге келісімен баласын қалай жақсы оқытамын деп ойланған Соня оның көзінің нашарлап жүргенін байқап, бірінші кезекте оған көзілдірік алып береді. Және Бенге өзінің фантазиясын дамытуды үйретеді. Біраз уақыттан кейін Беннің бағалары ақырындап жақсара бастайды. Соня депрессияға түседі. Сол себепті шіркеуге Бен мен оның үлкен ағасы Кертиске өздерің бара беріңдер дейді. Шіркеуге келген Бенге сол жердегі трибунадан сөйлеп тұрған кісінің дәрігерлер жайлы айтқан сөзі өте қатты әсер етеді. Және ол өзін қиялданып, дәрігер орнына қойып, және қарақшылардан қашып жүргенін көз алдынан елестетеді. Үйге келе сала Бен анасына өскенде дәрігер болатындығын айтады. Соня баласын қолдап, әрине боласың деп демейді. Күн өткен сайын Соняның депрессиясы ұлғая түседі, және сол себепті психиатрдың көмегіне жүгінеді. Психиатр алдында Соня ағынан жарылып, өзін 5 жыл бұрын күйеуі 2 баласымен тастап кеткенін, және қазір айлығы шайлығына жетпей жүргенін айтып, жан сырын ақтарады. Психиатр оған өздерінің клиникасында 1-2 апта демалып жатып, ем қабылдауын ұсынады. Кешкі ас үстінде Соня балаларына біраз уақытта клиникада ем алатындығын, және мен қайтып келгенше көбейту кестесін жаттап қойыңдар деп бұйырып кетеді. Бірнеше күн өткеннен кейін Бен анасын жақсы көретіндігін айтып, және сабағын жақсы оқып жүргендігін айтып, анасына хат жібереді. Бен үйге жүгіріп келіп, жаңа келген анасын көріп, қуаныштан құшақтайды, және бүгінгі алынған тесттен жақсы баға алғанын көрсетеді. Осы сәтте Соняның көзіне қуаныш жасы келеді. Соня жұмыс іздеп бір кісінің үйіне келеді, және ол кісінің үйіндегі кітаптарды көріп, таңданып қалады. Кешкісін үйге келген Соня балаларының телевизор қарап жатқанын көріп, оны өшіріп тастайды, және оларға осыдан былай үй тапсырмасын орындап болғаннан кейін аптасына тек 2 бағдарлама көре аласыңдар, және 1 кітап оқып, оның маған мазмұнын айтасыңдар деп шарт қояды. Келесі күні аналарының сөзін жерге қалдырғысы келмей, екеуі еріксізден өздерінің алғашқы кітабын оқуға кітапханаға барады. Арада біраз уақыт өткеннен кейін балаларға кітап оқу ұнай бастайды, және олар телевизордан әртүрлі танымдық бағдарламаларды және жаңалықтарды көре бастайды. Әрине, осы болған жағдайлардың барлығы балалардың мектептегі үлгеріміне де жақсы әсер ете бастайды. Бір күні сабақ барысында мұғалім оқушыларға қара тасты көрсетеді, және не екенін сұрайды. Оқушылардың арасынан тек Бен ғана қолын көтеріп, ол тастың обсидиан деген тас екенін, және оның қалай пайда болатындығы жайлы айтады. Сабақтың соңында мұғалім Бенді оңаша алып қалып, оның өз сабағынан үлгерімі жақсарғандығын айтып мақтайды, және де жалқауланбай, ары қарай біліміңді шыңдай түс дейді. Біраз апта өткеннен кейін Бен мектеп оқушыларының арасында үздік оқитын оқушылардың қатарына кіреді. Директор оны мақтау қағазымен марапаттайды, ал анасы мен ағасы қатты қуанышты. Тек бұл қуанышты Беннің мұғалімінің сөзі бұзады. Ол залда жиналғандарға Бен біздің мектепке келгенде ең нашар оқитын бала еді, және бұл баланы анасы жалғыз асырап өсіріп жатыр. Тіпті нәсілдік кемсітуге дейін барады. Бұл сөздер Соня мен Беннің қатты намысына тиеді. Арада біраз айлар өткеннен кейін Соня ақша жинап басқа районнан үй алады, және Бенді қара нәсілді балалар көп оқитын мектепке ауыстырады. Басында сыныптастары Бенге тиіседі, бірақ та Бен оларға түсінікті тілмен сөйлесіп, оларды орнына қойып тастайды. Бен Джо есімді сәнқой баламен достасады. Бен сыныптасына қызығады, сол себепті анасына өзіне қымбат та сәнді киім сатып алып беруін сұрайды. Соня ақшадан қатты қиналып жүрсе де, өзінің соңғы тиынын жинап, Бенге шалбар алып береді. Бірақ та Беннің бұл шалбарға көңілі толмайды. Сол себепті анасына басқа шалбар алып беруін сұрап, даусын көтереді. Соняға баласының өзіне дауыс көтергені ұнамайды. Екеуінің арасында ұрыс басталады. Бір кезде Бен анасына балға алып жүгіреді, және оны ағасы ұстап қалады. Келесі күні Бен көшеден пышақ сатып алады. Бір кезде Джонмен сөзге келіп қалып, пышақты оған тығып алады. Құдай сақтағанда пышақ Джонның белбеуінің теміріне тиіп сынып қалады. Осы сәтті Бен жүгіріп үйіне кетеді.
келісімен бөлмедегі Библияны қолына алып, өзінің жаңа ғана кісі өлтіріп қоя жаздағанын мойындап, Құдайдан бұл мінезінің түзетуін сұрайды. 1969 жылы Бен Йель университетінде толық грантқа түсіп, сол жерде тегін оқып жатады. Ол университет қабырғасында Кэнди есімді қызбен сөйлесіп, олардың ара қатынасы жақсара бастайды. Бен өзінің қызына осы университеттегі оқудың қиын болып жатқандығы жайлы айтып шағымданады. Кэнди болса оның берілмеуін сұрап, және өзі әрқашан қолдайтындығын айтады. Бен осы сөздерден шабыт алып, күні-түні оқып, соның нәтижесінде курстастарының арасында үздік болып шығады. Бірде лекция барысында оқытушы студенттеріне адамның миы жайлы және оның ашылмаған қызметтері көптігін айтады. Осы сәтті Бен өзінің нейрохирург болғысы келетіндігін түсінеді. 1976 жылы Бен Америкадағы ең үздік адам миына операция жасауға негізделген Джон Хокинс атындағы институтқа практикадан өтуге келеді. Бірақ та бұл жерде 100 студенттің 3-і ғана практикадан өте алатын еді. Бен сұхбаттасу барысында өзіне адам миын зерттеген ұнайтындығын және классикалық музыканы жақсы көретіндігін айтады. Осы сәтте оның сөзін бөліп, практикант ретінде қабылдайтынын айтады. Бастапқы күндері аурухананың бас дәрігері студенттердің сөзіне мән бермейді, және оларға тек өзі бұйырған жұмыстарды істейсіңдер дейді. Бір күні ауруханаға басынан қатты соққы алған науқасты жеткізеді. Барлық дәрігерлер конференцияға кеткендіктен, Бен науқастың өмірін аман сақтап қалу үшін операция жасауға кіріседі. Егер де осы операция сәтсіз өтетін болса, болашақ мансабы жайлы армандамай-ақ қоюына болар еді. Беннің бақытына орай операция сәтті өтеді. Ал бас дәрігер конференциядан қайтып келісімен Бенге істеген дұрыс шешімі үшін қолын алып рахметін айтады. 1985 жылы Бен Джон Хокинс ауруханасының балалар нейрохирургия бөлімінің бас дәрігері болып тағайындалады. Бір күні ауруханаға кішкентай қызды алып келеді. Ол күніне 100 мәрте есінен танып, дұрыс өмір сүруден қалған еді. Ондаған дәрігерлер ол қыздың ауруының шешімін таба алмайды. Науқасты қалай емдеймін деп ойланып отырған Беннің басына керемет те, бірақ қауіпті ой келеді. Дәрігер қыздың ата-анасына оның жарты миын алып тастау арқылы емдеуге болатындығын, бірақ та операция өте күрделі екендігін, егер сәтті өткен жағдайдың өзінде қыздың сал болып қалу мүмкіндігінің жоғарылығы жайлы айтады. Қыздың ата-анасы операцияға келіседі, және бірнеше күннен кейін Бен ең қиын операцияны жасайды. Ата-анасы мен Бен қыздың көзін ашқанын асыға күтеді. Ол есін жиысымен ата-анасын шақырады және қолын қимылдатады. Көптеген журналистер ауруханаға бұндай қиын операцияны бірінші болып жасаған Беннен интервью алуға келеді. Ал Бен осы операциядан кейін 100-деген адамның жарты миын алу арқылы өмірлерін сақтап қалады. Бен мен Кэнди екеуі бақыт өмір сүруде, және екеуі егіз сәби күтуде. Өкінішке орай, бір күні түнде Кэнди түсік тастайды, және соның әсерінен балалары шетінеп кетеді. Бен әйелінің қасынан кетпей, оның жанында болады. Кэнди есін жиғаннан кейін Бенге өзінің жұмысына баруын, және ол жерде оның көмегіне зәру адамдардың көптігін айтады. Бен жұмысына қайтып келеді, ал кешкісін үйінде қайғыдан жылайды. Анасы Бенді қолдап, оның арқасында көптеген отбасы бақытты өмір сүріп жатқандығын айтады. 1987 жылы Бен батыс Германияға өзінің карьерасындағы ең күрделі операцияны жасауға келеді. Бұл жерде оны бастары бір-біріне жабысып туылған сиам егіздерін ажырату керек еді. Бірақ бұл операцияны жасауға Беннен басқа дәрігерлер келіспеген еді. Себебі бұндай операция барысында әрқашан егіздердің біреуі өлетін еді. Бен бұл операцияны жасау жолын 4 ай бойы ойланады. Ақырында бір шешім табады. Егіздердің ата-анасына хабарласып, оларды Америкаға өзінің жұмыс істейтін ауруханасына келуін сұрайды. Операция залын дайындағаннан кейін 50 дәрігер мен медбике осы жерге жиналады. Олардың әрқайсысы осы операцияда атқаратын өзінің рөлі бар еді. Таңғы сағат 7-де хирургтер операция жасауға кіріседі. Бірінші кезекте егіздер қансырамас үшін олардың жүрегін тоқтатады. Сосын бастарын екіге тіліп, ажыратып және қан тамырларын уақытында біріктіріп тігіп үлгереді. Операцияның ұзақтығы 22 сағатты құрайды. Бен егіздердің ата-анасына келіп, отаның сәтті өткендігін хабарлайды. Егіздер аман-сау ата-анасымен бірге Германияға қайтады, және бүгінгі күнге дейін аман-сау өмір сүруде. Бен Карсен осы оқиғадан кейін тағы осындай 5 операцияны сәтті аяқтайды. Әйелі Кэнди екеуі үздік студенттердің біліміне арнап фонд ашады. Достар, егер осы фильмді толық көргілеріңіз келсе,
төменде көрсетілген ссылкамен менің телеграм каналыма өтіңіздер. Егер сіздерге кино ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, менің басқа да видеоларымды қарай кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.